Бүгін біз мына жасанды интеллект білім беру саласында және де осыған байланысты мен Edpuzzle платформасын таныстырып өтетін боламын. Есімім Ернұр. Мына жерде байқап тұрғандарыңыздай видеолар жинақталған. Және де сіздер алдымен бұл сайтқа кіру үшін Google аккаунт арқылы тіркелсеңіздер болады. Және де мұғалімсіз бе, әлде студентсіз бе, соны таңдайсыздар. Яғни бұл платформаның басты артықшылығы жалпы білім беруде цифрландыру үшін арналған. Яғни сіздер оқушыларыңызға тапсырманы осы арқылы бере аласыздар, және де оқушыларыңызға да жеке аккаунт ашып, онлайн және де осылай компьютермен байланысу мүмкіндігіне ие болады. Енді мына жерге жаңасын тіркеу деп ашатын болсақ, міне Create Student Project, яғни мына жерге атауын енгіземіз. Мына жерге мен ағылшынша жазайын. Computer Science. Computer Science. Және де мақсаты жасанды интеллектті білім беруде қолдану. Осылай атауын енгізіп аламыз. Ары қарай мына жерге сіздер описание жазсаңыздар болады. Яғни мен қысқаша жаза салайын мына жерге. Тексеру. Кеттік Save and Assign дейді. Кеттік YouTube-тан видеоны тауып алу керексіздер. Ең алдымен Create Class, яғни мына жерге енгізіп жаңа сынып ашсаңыздар болады. Яғни мына жерге дұрыс настройка жасауымыз керек. Енді мына жерден шығамын. Мен контенттер, мына платформада контенттер байқап қарасаңыздар осы жерге шығады екен. Яғни мені Discover батырмасын басып, мен басқа да проекттерді көре алады екенмін. Яғни осы уақытқа дейін жасалған жұмыстар барлығы осы жерде сақталып отырады. Енді сіздер бұл жердегі ақпараттарды мысалға пән бойынша тапсаңыздар болады. Яғни мен мысалға өнер тақырыбын таңдайтын болсам, мына жерде маған өнерге қатысты видеоларды көрсетеді. Яғни осындай студенттер оқыған. Және де соны қолдансаңыздар болады сабақ барысында. Және де мен сыныпты таңдай аламын. Мысалға мен 12-ші сыныпқа ауыстыратын болсам, керекті ақпаратты таңдап береді екен. Ары қарай тайп бізде видеоны және де плейлистті таңдай аламыз. Ары қарай видеоның ұзақтығы және де ол қандай форматта болу керек, және мемлекет бойынша ресурстар бойынша көрсетіледі екен. Енді email-дарыңызды дұрыс подтверждение жасау керексіздер. Және мен Қазақстан деп таңдайтын болсам, мына жерде маған ақпарат шығарады ма? Міне көреміз қазір. Тексеріп көрейік. Жүктелуде, жалпы жүктелуде. Яғни мына жерде мен Данил Шал. Яғни Қазақстандағы міне ақпараттар байқап қарасаңыздар, Ален Даметбектің осындай презентациялары шығады екен. Яғни мен мына жерде қосып көрсететін болсам. Осылай видеоның ішіне кірсек те болады. Мына жерде жасаған презентациясын салып қойыпты. Яғни сіздер кері байланыс алу мақсатында осыны қолдансаңыздар болады.